достар, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы етеккірдің ұйынды, түйіршік немесе бауыр тәрізді келуінің себептері. Көп қыз-келіншектер етеккірдің алғашқы және соңғы күндеріндегі қоңыр түсті жағылып келетін выделение немесе бөліністерге шағымданып жатады. Және де бұл қандай да бір дерттің белгісі ме, немесе қалыпты жағдай ма, оның айырмашылығын білмейді. Сол мақсатта осы видеоны сіздерге ұсынбақпын. Егер тақырып сіздерге өзекті болатын болса, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Жалпы тақырыпқа кіріспес бұрын сіз өзіңіздің көз алдыңызға немесе ойша тістелген алманы елестетіп көрсеңіз, яғни алманы тістеп белгілі бір уақытқа қалдырып кетсеңіз, қайтып келген жағдайда алманың тістелген бөлігінің қарайғанын көресіз. Бұл қарайған алманың құрамындағы темірге байланысты, яғни темір оттегімен, ауамен байланысқа, химиялық реакцияға түсе отырып, қара түске енеді. Дәл сол сияқты біздің ағзамыздағы қанның құрамында темір бар, яғни қан жасушаларының құрамында. Ол да оттегімен байланса, ауамен байланысқан жағдайда қарапайым химиялық үрдіске түсіп, реакцияға түсіп, қара түске енеді. Мысалға, етеккір дегеніміз әйел организмдегі жалпы, ол әйелдің формуласы, яғни сіздің жыныс ағзаларыңыздың дұрыс қызмет атқарып жатқанын және жүктілікке дайын екеніңіздің белгісі болып табылады. Сәйкесінше, егер жүктілік болатын болса, етеккір келмейді, немесе етеккір келсе, демек сіз жүкті емессіз. Әрбір ай сайын тұрмысқа шықпаған қыз балалардың, яғни мектеп жасындағы қыздың, немесе тұрмысқа шықпаған, немесе жүктілікті жоспарламай жүрген қыз-келіншектердің етеккірінің келу себебі, яғни жүктілік болмады. Етеккір келген кезде біз қуануымыз керек, себебі етеккір келген кезде біз білеміз жыныс ағзаларымыздың барлығы дұрыс қызмет атқарып жатқанын, және де ол мүшелердің болашақта жүкті бола алатындығының. Әрине, қосымша басқа жақтың ақаулары, дерттері болмаса, еш нәрсе мазаламаса. Енді әрбір ай сайын етеккір ол жүктілік болмағанда ағзаңыздың және бас миына беретін белгісі. Яғни жүктілік болмады, келесі айға қайтадан дайындал, жыныс ағзаларды дайында деген сияқты. Біздің жатырымыз ол сәбидің, ұрықтың қонақ үйі 9 ай 9 күн мекендейтін. Ол қонақ үй не болу керек? Балаға ыңғайлы болу керек, барлық жағдай жасалуы керек, яғни мамық. Әрбір ай сайын біздің бас миымыз осы жыныс ағзаларымызды жүктілікке дайындайды. Жатырымызды мамық сияқты жұмсақ болуын, балаға қолайлы болуын қамтамасыз етеді. Сондықтан ішінде шырышты қабаттарын өсіріп, қанданып, балаға комфорт жасайды. Ал егер жүктілік болмаса, сол қонақ үйді қайтадан тазалауға тура келеді. Сол кезде тазалаудан өткенде жатырдың ішкі шырышты қабаттары сылынып түседі. Және де оны не істеу керек? Сумен тазалау керек. Біздің ағзамызда су болмағандықтан біздің ағзамыздың сұйықтығы ол қан. Яғни қанмен бірге тазаланып, оның құрамында шырышты қабаты бар жатырдың, сонда бізге ол қанды бөлініс ретінде етеккір түрінде көрінеді. Енді қараңыздар, жатырдан кейін сыртқа қарай орналасқанда қынап деген мүше орналасқан. Яғни барлық сылынған керек емес шырышты қабаттар қанды түрде ол сыртқа қарай ағып шығады. Енді белгілі бір уақыт аралығында, мысалға сіз үнемі отырып жұмыс жасайтын болсаңыз, аз қимылдайтын болсаңыз, ол бірден сыртқа шықпай, қынапта біраз кідіріс жасайды. Қынапта ауамен, сәл-пәл ауамен бірге тотығуға түсіп, қан ол жерде қарая бастайды. Сондықтан етеккірдің алғашқы күндері немесе етеккірдің соңғы күндері ол қоңыр түсті болып келеді. Бұл қоңыр түстің пайда болу себебі ол қанды бөлініс. Енді қараңыз, сіздің қынаптың әрдайым құрғап кетпей ылғалды болуын қамтамасыз ететін арнайы сұйықтықтар бөлініп тұрады. Яғни бөлінділер. Сол бөлінділермен араласқан жағдайда кез келген қою қоспаны су құятын болсақ, ол өзінің түсінен сәл ақшылдау түске енеді. Дәл сол сияқты қызыл немесе қара түстен тотыққан ұйынды қан ол бөліндімен араласа отырып, сұйық мөлдір немесе сарғыш бөліндімен араласа отырып, ол қоңыр түске енеді, яғни шоколад тәрізді. Сол кезде етеккірдің алғашқы соңғы күндері қоңыр түсті болып жағылып келуі ол қалыпты жағдай болып табылады. Бірақ айта кететін жағдай, бұл тек қана сіздің ағзаңызда ешқандай патологиялық үрдістер, сырқаттар, аурулар болмаған жағдайда, сізді еш нәрсе мазаламаса, бұл қалыпты жағдай. Кей жағдайда қоңыр түсті
жағымды бөлімдер ол гинекологиялық аурулардың белгісі болуы мүмкін. Мысалға полип, одан кейін эндометриоз деген сияқты. Бұл кезде міндетті түрде ауру сезімі болады, жағдайыңыз нашарлауы мүмкін. Етеккірдің алдында етеккір кететін, етеккір кезінде міндетті түрде ауру сезімімен жүреді. Ал егер ешқандай ауру сезімі болмаса, бұл қалыпты жағдай болып табылады. Ал үйінді және де іртік бауыр сияқты болып түсуі, сол жерде қынапта біраз тұрып қалғаннан кейін, мысалға сіз орныңыздан бірден тұрғанда немесе төсектен тұрған кезде, ол сыртқа қарай құбырдан ағып шыққан сияқты, сізге көп мөлшерде және де қан біраз уақыт тұрып қалғаннан кейін ұю қабілетіне ие қан дегеніміз. Сондықтан үйінді қоңыр түсті іртік болып келуі мүмкін. Яғни бұл да қалыпты жағдай болып табылады. Үшіншіден, егер сіз белсенді өмір салтын ұстанатын болсаңыз, яғни физикалық активті болатын болсаңыз, физикалық тұрғыдан спортпен айналысып, немесе ауыр қара жұмыстар істейтін болсаңыз, бір орында бір секундта тұрмай, онда сіздің етеккіріңіз көп мөлшерде және аз күн келеді. Мысалға, кейбір қыз-келіншектерде етеккірдің аз немесе көп келу себебі осындан. Ал егер сіз белсенді өмір салтын ұстанбайтын болсаңыз, көп отырып жұмыс жасайтын болсаңыз, онда сіздің етеккіріңіз асықпай және ұзақ уақыт келеді. Бұл да қалыпты болып табылады, тек қана сіздің өмір салтыңызға байланысты. Енді қорытындылай кететін болсақ, біріншіден етеккірдің алғашқы және соңғы күндері жағылып келетін қоңыр түсті жағымды бөліністер, ол сізде ешқандай денсаулығыңызда кінәрат болмаса қалыпты жағдай болып табылады. Екіншіден, ұйынды және де іртік бауыр тәрізді келуі де ол қалыпты жағдай. Себебі қан ұю қабілетіне ие, және де сіз белсенді қызмет өмір салтын ұстанбасаңыз, қынапта біраз уақыт тұрып, сол жерде жиналып, бірден қозғалысқа көшкен кезде ол сыртқа құбыр сияқты ағып шыққаннан кейін іртік болып келуі мүмкін. Яғни бұл да қалыпты жағдай болып табылады. Және де үшіншіден, егер белсенді өмір салтын ұстанатын болсаңыз, аз келіп, бірақ көп мөлшерде келсе, немесе бәсең қимылдайтын болсаңыз, аз жұмыс жасайтын болсаңыз, аз қимылдайтын болсаңыз, ұзақ және аз келуі, бұл да қалыпты жағдай. Егер бұдан басқа белгілер қосылатын болса, ауру сезімі болатын болса, ол қандай да бір дерттің бастамасы немесе дерттің белгісі болуы мүмкін. Бұл жағдайда дереу дәрігерге қаралып тексерілуі қажет. Себебі әрбір қыз-келіншектің денсаулығы ол болашақ ұрпағымыздың денсаулығы. Егер дені сау ұрпақ алып келгіңіз келсе, онда әйел адамның денсаулығы мықты болуы қажет. Егер видео сіздерге ұнаса, каналға жазылып, ой-пікір қалдырып, және де ұнаған немесе ұнамаған белгіні басып, өз пікірлеріңізді білдіріп кетсеңіздер, маған кішкене болса да қуаныш сыйлайсыздар, және де осылай көптеген ақпарат беруіме ынталандырасыздар. Сау болыңыздар.